Қайырлы таң қазақ елі. Бүгін біз мына Ақмола облысында балық аулауға кетіп бара жатырмыз. Кезекті хабарымызды Тұран ТВ арнасының тұрақты көрермені Самат Ілиясұлы бүгін тағы да сіздерге өз өнерін көрсетпекші. Енді көп Тұран ТВ-ның тұрақты көрермендерінен сізге сұрақтар көп. Сіздің ақыл кеңестеріңіз сол балық аулаудың, аңшылықтың ерекшеліктерін көп нәрсені үйреніп, сізге рахметін айтып жатыр. Енді өзіңіз бүгін бізді қайда апарасыз, кімге жолықтырасыз, сол туралы. Қош келіпсіздер. Тұран телеарнасын Ақмола облысында көргенімізге қуаныштымыз. Енді бүгінгі жоспар көлдер өте көп, білесіздер. Ол жерде әртүрлі жеке адамдарға қарайтын көлдер бар. Жалпы халық қолданатын Есіл өзені бар, Нұра бар. Сол енді біз қазір мынау Шортанды деген, қазіргі аты Тастақ деген көл бар. Сол жерде мына ақбалықтар көп көбінде. Сол ақбалыққа, сол карпқа барсақ па деп ойлап отырмыз. Жаңа карп емес, тұқыда түсіп қалуы мүмкін ол жерде. Көксеркеде болып қалады, Шортанда болады ол жерде. Бірақ негізі карпқа дайындалып бара жатырмыз. Бүгін сол карп аулайық, сол жерде. Жолда мынау біздің қазақ еліне белгілі азамат, киноактер, өнер саласының майталманы, өзіміздің Ерік Жолжақсынов деген бауырымыз, ол да аңшы, балықшы. Ол да барады ма бүгін балық аулауға? Бүгін сол естіп, осылай Тұран телеарнасы келе жатыр. Сол бауырымызды барып алайық, ол жолда күтіп отыр ол жай. Бұл жаққа мына Астананың бір жақ шетіне бармасаң, барсаң 5-6 үй салып тұрады. Мына орталықтан да көп салынып отыр. Салып жатыр, Ереке мен. О, Ереке! Ассалаумағалейкум, қалай жағдай? Шық, біз де шықтық. Мен Қайым Мұхамедханов арғарай шеткі көшеге бірақ шығамын, объездныйға шығамды, арғай дүзу кетіп қалам. Ереке, пробка жоқ, без разницы, қалай барсаң да бәрібір. Пробка жоқ, мәшін любой көшемен жүре берсең де болады. Бұл енді Астананың маңайындағы бір Алматыда жаңағы Алатау болса, жақсы. Халық барып демалатын, мына Астананың маңайында бәрі осы көлдер, демалатын көлдер өте көп. Мына жақта Майбалық деген көл бар, мына жақта жаңағы Тастағымыз бар, Ғалымжан деген көл бар, жаңағы карп аулайтын. Мына жақта жаңағы Аршалының көлі бар, оның ар жағында бір Суат деген көл бар, жаңағы ақ көксерке өсетін. Бүгін мынау сол карп ауласақ, ертең сол жаңа бір Суатқа барып көксерке аулайтын шығармыз деп жоспарлап отырмын. Тұран телеарнасын білесіз, біздің студиямыз табиғат, сол себепті ертең де тағы бір балық аулауға барайық болса, біз дайынбыз. Жақсы. Енді биыл мен мына жазғы демалысымды қалай өткіздім деген сұрақ болады ғой. Биыл жаз кезінде мына осы Астанадан шықтық та Балқашқа барып Балқаш көлінде 4 күн жаттық. Сол балық ауладық. Сол жерде белсенді демалыс. Белсенді демалыс. Сол көлікпен шықтық. Жұбайымыз екеуміз содан ары қарай Алматыға барып, Алматыда бір жетідей болып, жаңа Көлсайға бардық. Жан-жақта атыладық та. Жарты Қазақстанды шарлап. Содан кейін Алакөлге бардық. Алакөлде 3-4 күн жатып, одан ары қарай Өскеменге бардық та, Өскемен ары қарай Қатон-Қарағай, жаңағы Рахман Қайнар 4 күн осы машина бар. Нағыз саяхат. Нағыз мына Қазақстандық, жаңағы мен айтайын дегенім, мына Қатон-Қарағай табиғаты, Рахманның табиғаты керемет екен. Мен бәрі осы келгендерге бәрін айтып жатырмын. Өміріңізде бір рет барып, Рахман жаңағы Қайнарын көру, Қатонды көру керек. Әрбір азамат, Қазақстанның әрбір азаматы, ол балаңыз болсын, немереңіз болсын алып барып көрсетіп, ол бір Алланың берген қазаққа сыйы керемет, таза табиғат. Енді ананы көрмей айту мүмкін емес. Айтқанда сөзбен жеткізу де қиын өте. Көзбен көріп, кереметтігі, оны сөзбен жеткізу де қиын. Біз енді негізі өзіміз өскемендікі болғанмен, енді өзіміздің ар жағымызда Сауыр-Сайхан таулары бар, ол керемет табиғаты, адам аяғы баспаған жерге барамыз дейміз. Бірақ енді ана жаңағы Рахман Қайнардың тауларын сол жерде көргеннен кейін басқадай пікірде болып қалдым. Телеарнадан көрсеткен бөлікте ол жерде ана бояудың бәрін бере алмайсың, ана сезімді бере алмайсың, ананың сұлулығын бере алмайсың. Көзбен көргенде
жетпейді. Сондықтан мен бәрін айтамын, барыңыздар. Қазақстанның ішкі туризмін дамытайық, барып сол жерде көру керек. Шетелге бармай жүрген жоқпыз, барып жүрміз ғой. 3 күннен кейін белге қарап қашан қайтамын мынау туған жеріме деп бәрібір жүрегің, көңілің аңсап тұрады. Сондықтан сол ішкі туризмді дамыту керек деп насихаттап жатырмыз. Өте дұрыс айтасыз, мен толықтай келісемін сізге. Ассалаумағалейкум, Тұран ТВ арнасына сәлем. Мінекей достарыммен, бауырларыммен, бәкеңмен, сәкеңмен балық аулауға кетіп бара жатырмыз. Мына жақтан келдіңдер ме? Жоқ, біз ғой. Сен машина қылап жүре береді. Болды енді аттарыңнан. Қанжығамыз майланып қайтсын. Тұран ТВ-ға Алла жар болсын дейміз. Бізбен бірге болыңыздар. Романды сырттай білесіз бе? Жоқ, таныстық. Танысып, біраз болды танысқанымызға. Содан мен айтам, Реке, ассалаумағалейкум. Деп бәрімізді жаңа құшақтап, біз анау Қапшағайда съемкада жүрдік қой. Қасымханда. Шайбаның қарақшылары сыр бойын қыстап отырған бейбіт жұртқа қыстың көзі қырауды қырғидай түйумен бұл. Мұхаммед Шайба, оны біз ұшып алма. Соқия қалсын, келмен жерді жаудан қорғамасақ, бәрі бекер хан. Қайдағы ауызбіршілік? Ол үшін мен әуелі жаратқан иемнің жәрдемімен, сонан соң бұрындық ханның пәрменімен. Ұлы дала таңы киносы сонда түсіріппіз. Содан сол Роман бауырымыз келіп қалды. Көз тұстай болды. Бұлай енді танимыз, бірақ сол жерде нақты таныстық әртістермен. Роман Бидалиевичтің арқасында бүкіл қазақстандықтар Тұран ТВ арнасы арқылы табиғатты көреді, балық аулау қалай болады. Ол біздің ата кәсіп болмаса да, мысалға әрбір азаматтың іштей құмарлығы табиғатқа шығып, кішкене жаны тыныш тауып, табиғатпен таза араласып, етене араласып жүргенге бір керемет демалыс қой олда. Дұрыс. Біраз танысып, біз анау жатқан жеріміз жақсы болды өте. Сол Роман енді менікі деп, қазақ үшін, ұлттық кино үшін, ел үшін, жер үшін жігіттер осы сөздерге деп сол бассейні бар екен, күшті. Енді жақсы. Өлір болғаннан кейін ана бірінші кезекте бізде енді не қой? Жағдай жасалу керек қой. Бұрын кезде кеңестер заманында жүрдік қой біз. Съемкада жүреміз. Таңның атысы кетеміз, кештің атысы келеміз. Ол ана қолыңда ештеңке алмайсың, тамақ ештеңке жоқ. Содан сол шұрылдап қайтасың. Мысалы, ондайды ойламаймыз ғой біз. Сіз осы әдейі емессіз бе? Меніңше сіздің жігітіңіз бар сияқты еді ғой. Иә, мінекей Мұрат.
заманғы қазіргі условияларды жағдайды ол кездегімен салыстыру, ана көшпенділер кезінде шетелден келгендердің бәрі өздері бір жаңағы неде жатты. Көшпенділерде ойнадыңыз ғой сіз? Көшпенділерде ең басында мен ашам сол жаңағы Сұлтан Барақ болып айтысып, Тұңғышбай ағамыздың ойнайтын ханымен, айтысып Абылқайырмен. Орысқа бодан болар жайым жоқ деп сода мен айтам. Орысқарға бодан болар жайым жоқ. Қосылуымыз керек дейді да. Мына жоңғарға қарсы сөйтіп айқай-шу шығарып мен Сұлтан Барақты ойнаймын. Орысқа бодан болар жайым жоқ деп тұрып кетіп қаламыз. Ең бірінші киноға қалай келдіңіз сіз? Мен енді өзі мынау Алматыда 12-ші мектепте оқыдым. Зайсанның жағасында өстім, Шығыс Қазақстанда. Күршім ауданы ары қарай Ақсуат деген ауыл болды. Екі Ақсуат бар, біреуі Семейдің Ақсуаты, біздікі Семейдікі емес. Біздікі Күршімнің Ақсуаты. Мен Ақсуаттан бетсем, мына Семейдің деп бетім жоқ. Мен Күршімнің Ақсуатынан, Семей бөлек мына жақта. Содан енді 4-ші сыныпты бітіріп Алматыға көшіп келдік. Сол кезде Досекең неде оқиды ол, театральный институтта. Театрдан шықпаймын. Театрға барып, ана ұнайды да маған. Sana ағамыз грим жасайды, әйтет бүйтеді. Мына ішіне кіріп кеткем сол. Әлемге кіріп кеткем, иә. Мына бүкіл ағаларымыз жүр жаңағы. Сол ағаларымыздың қасында жүр. Оларға бүйтіп қараймын бүйтіп. Сақал құрт жасып алған. Сөйтіп қарап, содан ой. Спектакльді қоймайым. Ол кезде мен енді мектепте оқимын. Соны мектепте оқып жүр, өнердің қабырғасында. Театрға барып жүрмін да. Театрға барып сөз театрға деген сүйіспеншілік содан пайда болды. Ал енді жалпы сол 4-ші, 5-ші, 6-ші сыныпта жүріп тағы да съемкаға мені алып кетеді ағамыз. Каникул кезі ғой. Съемкаға алып кетеді. Ең қалаға кеттік деп соны барып съемкада жүрем. Әкем Қали домбыра ойнайды. Кішкентай кезден бастап домбыра шертіп, содан балықшы ғой. Одан кейін барып енді аңшы дейміз. Осындай бір бұл да бір өнер шығар енді. Өнер. Бірақ осы кішкентай кезімнен балық аулап әкемнің қасында болдым мен. Мен қайық естім. 2-ші, 3-ші, 1-ші сыныптар Зайсаннан шықпаймыз. Таңертең ерте мені 5-те тұрғызып алып кетеді. Өйткені балық аулаймыз ғой. Ана мынандай кезде тұнып тұрады. Тұнып тұрады, яғни толқын басталғанға дейін тез бару керек. Құс атуға алып кетеді соң кейін тағы. Мен енді ерініп тұрамын да, баламын ғой. Бірақ әкемнен қорқам. Таңертең дейді, құсқа барамыз дейді. Бітті, бұл енді мен үшін енді. Саған таңертең іштей дайындаласың. Иә, дайындаласың. Болды дейді. Таңертең мен оят алып кетеді. Кейде енді ұйықтап жатқан баламын ғой. Оятпай кетіп қалады. Соны өзімше мен келгенде жылаймын, мен неге қалып кетпедің, анам мынау деп. Өзімше баяғы. Сол балалық шақтан көлдің жағасында өсіп, сіз балық аулаудың қыр-сырының бәрін білесіз ғой андай. Ана ауды тез жинап аламыз да. Аумен аулайсыздар ма? Ауды құрып кетеді. Ертеңінде емес бір 2-3 күнде барамыз. Балық деген ана ауға түсіп қалған. Кентай қайық салып сол бәрін сол күйі бүйтіп салып неге. Ал егер күн жақсы болса, балықтарын алып, қайықта салып, аудың өзін қайтадан қалдырып кетуге болады. Бірақ енді бірнеше күн тұрғаннан кейін шатасып қалған ау. Ол енді қайтадан алып келіп, оны кептіріп, оны жөндеп, сөйтетіні бар. Темірлан, бокстың өз өмір сияқты. Өмірдің қатаң соқсына біз дайын болу керекпіз әрқашанда. Байқаусызда ашылып қалсаң, нокаутқа кеттің. Мұның өз тағдыр. Бірақ есіңде болсын. Мақсатқа жету үшін
тек қана қара күш емес. Өзің сенімді болуың керек. Сонда ғана үлкен жетістіктерге жетесің. Қалай? Қазақстан чемпионатына дайынсың ба? Қатысқың келе ме? Иә, қатысқым келеді. Және кәсіпқой боксшы болу арманым. Олай болса, халатың да дайын. Ағамыз өзі театрда істеп жүрсі, Түзда. Жаңа институт консерваторияда жүргенде театрда жұмыс істеп жүрді. Консерваторияда жүргенде. Содан мен енді неге Түзға барғаннан кейін сол Түздан тағы шықпаймын баяғы. Ең әлгі мықты спектакль қаладан келген Қылжақбас. Әлі күнге дейін есімде бар. Мектепті бітіргеннен кейін енді не тұрады ғой баяғы. Қайда барасың? Сонымен осы актерлы жаққа десем, ағамыз жоқ, ол жаққа баруға болмайды дейді. Мен өзі сол бір жылдың ішінде бармаған жерім жоқ. Мен Киевке барып қайттым. Высшее военно-морское подводное политическое училище деген. Ол кезде балалар, Совет Союз кезінде балалар осы неге жақын болды өзім, военный. Киевтен бірақ шықтым, жалғыз өзім. Оқуды бітірдім да, ол кезде ана приписной береді ғой, военный, военкомда. Тегін. Мен айттым, мен Киевқа барам дедім. Сөйтсем, ана военком айтады, ой, молодец, давай, бітті. Ол кезде сол военный неге көбірек адамның болғанын қалайтын. И кто такой Ватаба? Связан с кавказцами, торговцами оружием. Мой агент подозревает, через несколько дней намечается убийство кого-то из больших людей. Ему верить-то можно, твоему агенту? Мужик серьезный. Хитрый как бес. За все годы ни разу не подвел. Постой. Через несколько дней, говоришь? Да. «13 числа. Я, конечно, сообщу в службу охраны. Так, подполковник, собирай группу и вылетай в Талды-Курган. В Москве подполковник Матвеев ведет дела о контрабанде оружия с Кавказа через Казахстан в Россию. У него банк данных. Хорошо, я свяжусь с коллегами. Экзамен тапсырып, бірақ енді математикадан өтпей қалдық. Балалық кез бардық. Военный болғым кеп, содан онды көрдім, таң атпай тұрғызады, айтады, жүгіртеді. Келген жаңағы жастарды, ал жерде жаңағы анау матростар жүр мынандай. Старшина, пәленбай, түгенбайлар. Тамағын ішіп, экзаменге дайындалып, өйтіп. Жаңағы училищеде. Ол Киевтің түбінде, Украинаның. Содан қайтып келіп, енді бір жылым сонымен өтті ғой. Ол Киев былай тұрсын, одан қайтып келіп, КЗУ-ге тапсырып жатырмын. Енді ойлап отырмын ғой енді, мен енді осыдан мүмкін өтіп өтермін деп. КЗУ-ға тапсырдым, қайдан КЗУ-ға жолатпайды. КЗУ-да бітті. Содан академик кететін түрім бар, осылай оқуға түсе берсем. Содан бір уақытта жездем қайта жаңа күліп жүретін. Жұмыстан кейін үйде жатсам, ой, не қылып жатсың дейді, ой, не болды? Анау газетте жазып қойыпты, қабылдап жатқан көрінеді. Москвадан кепті, өнер үйісті. А мен дайындақ қойғам өзім, театральный үйісті. Өзіміздің консерваторияға түсемін деп, бірдеңелер Шыңғыс Айтматовтың ақ кемесінен дайындап қойғаным бар. Содан кейін анау Маяковскийдің советский паспорт дегені бар. Я волком выгрыз, бюрократизм, мандатом почтения нету. Любым чертям, матерями катись на эту бумагу деп. Советский паспорт әлі күнге дейін миымда қалған. Содан бір уақытта жездем тура келе қалған, ол кезде ағамыз гастрольді кичіс дейді, ол білмейміз дейді, бала кезіміз кичіс. Жүсек Государственный институт театрального искусства имени Луначарского дейді.
Sonra koluma домбыраны ұстадым. Абылай ханның бойында бұрын коммунистический ғой. Әуес театр. Бардым, қарақұрым халық. Konкурс. Конкурс, бір орынға 25 адамдар. Содан аламмен танысып. Ненің ішінде Сығаев комиссияның ішінде. Комиссияның ішінде Сейтметов ағамыз. Қалғанның бәрі енді Москвадан келген 4. Біреуі профессор, біреуі доцент, біреуі солар отыр. Содан кірдім мен. Кіріп, қолында домбыра бар, қарайды маған жаңа. Бірінші не білесің деді. Білмейтін деген нәрсем жоқ, бәрін білем. Бір өлең айтпашы. Ана, бір жанның өлеңі бар, Теміртас. Соны айтып бердім. Содан енді, түсінбей ме? Деп бітіп қояды. Содан бір уақытта мынаны көрсетші деді. Жаңа сен досың суға кетіп жатыр, сен оны аман есен алып қалуға. Одан жаңа айғайлап, жаңа досың аман есен алып қалып. Айғай шудың үстінде, басарын шайқап қояды. Содан енді тақпағың бар ма деді. Тақпағым бар ма? Советский паспорт оқыса күледі. Енді орысша оқып жатыр. Содан жарайды дейді. Одан кейін әлгі бокспен айналысатын бар ол кезде. Бокспен айналысқан. Спортқа барсың ба? Иә, бокста қане бой істейді. Бой істейін жасап қоям жаңа. Көрсет дешеді дейді. Қарап отыралар. Содан кейін бар. Сізді сынап. Билейсің ба дейді. Билейін дедім. Қандай бил? Любой деп қоям. Сөйтсем сығанның биін білесің бе? Білем деп. Ал өзің айт та өзің биле дейді. Сөйтсем мен тасылап беремсің, сөйтсем яблочканы ұрып жатыр екен. Сөйтсем өздері күледі, мен өтеші яблочка деп бәйдам. Енді перепутал. Сөйтіп мені, мына список деген қара құрым былай. Бүкіл мына сценаның бәрі список қой. Соны іздеп жүресің ғой бүйтіп. Немене болды екен? Сөйтсем мен жоқпын вообще. Түк қалдырмай қарап. Бұл жақта 3-ші тұр, бұл жақта 2-ші тұр. Мен бірде жоқпын, 2-де жоқпын. Ойладым, мыналар мен енді еркелеген қой. Қабылдамапты. Сөйтіп, жаңағы көңілім түсіп, 3-ті қарайын деп кетсем, мен 3-ке лақта жіберіпті. Бірден 3-ке лақта жіберіпті. 2-де жоқпын. Мыналар мен 3-ке лақтырыпты. Онда бірдеңенің бір несі басы шыққан екен дедім. Үміт бар деген сөз. Курсыңызды кім қабылдады? Халық әртісі профессор Дудин деген бұл. Профессор Дудин сол кісі қабылдап, сол кісінің арқасында Москвада оқып, 5 жыл оқыдым. Москваның кетісі. Москвада біраз енді содан кейін жүрдік. Москва енді шынында да жас жігіттеріміз, боз балалар. Біз үшін енді Москвада қызықты болды енді. Мүмкін, бәстігерсіз. Жоқ, рахмет. Не болай? Құмарым жоқ. Құмарсыз, өмір жоқ. Құмарлық, әлсіздік. Әлихан мырза. Олай еместігіне бәстесейік. Кешіріңіз. Зекерақ орете. Бір жағынан Алабайды, екінші жағынан Шұрот бейлерді шығарады. Мәселе мынада, Алабайдың қаншалық аяғында тұратын. Біреулері 2-3 минут тұруы мүмкін. Ал кейбіреулері 10 минут шыдайды. Дегенмен әрбір иттің күш қуатының қосылатын кезегі бар. Ал біз оны алдын ала білеміз. Шешім тау, кеп түсу, сәлмен алғын тұлу, бұл деген күш, өмір бақи, тағдырмен күресу. Сол тағдырда мен әрқашанда жеңіске жетем. Ал әлсіздік, триядаға жұмыс істеу, сіздердің мәселені шешу деген түсінік. Орас мырза. Өнердің ордасы енді сол кезде
Табаковты да көрдік, Тихоновты да көрдік, Ульяновты да көрдік. Енді мықты режиссерларды да көрдік. Спектакльдеріне бардық деген сияқты. Бітіргеннен кейін әуезов театрына келдік. Әзекеңнің кезі. Апалы сіңілі Әзірбай Жаманбетов ол кезде. Иә, ол кісі. Өлердің майталмандардың ортасына түстік. Сахнаның хас шеберлері қай-қайсын айтсақ та. Айта берсек енді әңгіме көп. Еске түсіргендік бәрін тағда жиып, осы Тұранға арнасына айтып бере. Бүгін енді сәт түсіп, сізбенен бірге балық аулауға баратырмыз. Алла қаласа. Бізбен бірге болыңыздар. Тұран арнасы жасасын. Сіз тұра сала деген сен түсте болады ғой? Мен кішкентай кезімде Тұран түбі жасасын, мінекей. Тұран түбінің арқасында басымыз қосылып, көлдің жағасында жүрміз. Құралдай балықтарды ұстап. Ассалаумағалейкум. Тұран түбі, алға! Міне, қармағыма әлімде Тұран түбімен бірге болыңыздар. Карп, мұртты міне.